Халықаралық былғары қолғап бәсекесі. Балқашта Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт қайраткері Тілеугерей Маканалинді еске алуға арналған халықаралық бокс турнирі өтуде. Шомылу маусымы ашылды. Құтқарушылар су айдындарындағы қауіпсіздік ережелерін ескертті. Балқашта ресми түрде шомылу маусымы ашылды. Судан құтқару бөлімі мамандарының айтуынша қазіргі таңда көл суының температурасы суға түсу үшін қауіпсіз. Өткен жылы көл аумағында 11 адам суға батып көз жұмған. Қайғылы жағдайға ұшырағандардың көбісі балық аулауға шыққандар. Тағы бірі катермен шығып құтқару күртешесінсіз көлге секіріп ажал құшса, желтоқсан айында жасөспірім қыз мұз астына түсіп кетіп қайтыс болған еді. Әлі күнге дейін із-түзсіз жоғалып денелері табылмаған 2 адам бар. 2024 жылы шомылу маусымына қазіргі таңда құтқару бөлімі дайын. 13 адам и 4 темір қайық дайын, катерлар бүкіл жабдықтарымен, сүңгуірлердің жабдықтарымен қамтамасыз етілген. Шомылу маусымына біз қазіргі таңда дайын. Қазіргі таңда көл аумағында тыйым салынған жерлерге тыйым салынған белгілер қойылып жатыр. Қазіргі таңда олардың саны 15 шақты қойылды. Тоқтала кетсек, қазіргі таңда күнделікті рейдтік шаралар жүргізіліп жатыр. Рейдтік шаралар барысында көл жағалауында ересектердің қарауынсыз жүрген балалар кездесіп жатады. Құтқарушылар оларды құтқару бөліміне жеткізіп, ата-анасы немесе мектеп әкімшілігіне хабарласып, балаларды табыстаған. Осы демалыстан бастап жасөспірімдер, қарауынсыз қалған жасөспірімдерді әкімшілік ата-аналарын әкімшілік құқық бұзушы болып есептеледі. Соларды әкімшілік құқық бұзушылар туралы протоколдар толтырылып, ол адамдарға 7 айлық есептік көрсеткішпен айыппұл салынады. Сондықтан да балаларыңызды қараусыз қалдырмаңыздар, және де көл аумағында тыйым салынбаған арнайы рұқсат етілген жерлерде шомылуларыңызды сұраймыз. Құтқарушылар судағы қауіпсіздік ережелерін сақтамаған жағдайда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 364 бабы, ортақ су пайдалану қағидаларын бұзу және 412 бап, су айдындарында қауіпсіздік қағидаларын бұзу немесе орындамау бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылатынын ескертеді. Сондықтан да құрметті Балқаш тұрғындары және қонақтары, көл аумағына шыққан кезде арнайы рұқсат етілген жерлерде суға түскендерді түсулеріңізді сұраймыз. Рұқсат етілмеген жерлер ол жәнегі су соратын Балқаш судың станциялары болады. Сол жерлерде көл аумағында ТЭЦ-тің аумағы және де Балқаш балықтың қайықтар тұратын жерлері, ол жерлердің астылары және дамбалар, олардың астында тексерілмеген, өте қауіпті арматуралар тұруы мүмкін, неше түрлі бетонның қалдықтары. Сондықтан да ол аумақтарға суға түспеулеріңізді сұраймыз. Редми кітапқұмарлар клубының құрылғанына жарты жыл болды. Оқырмандармен кезекті кездесуге клубқа демеушілік көрсеткен Қоңырат мыс компаниясының өкілдері де қатысты. Кітап оқуға жаны құмарлардың басын біріктіріп жүрген 29 жастағы Әйгерім Аманғали есімді қыз. Бала кезінен кітап оқуға құмар жан Балқашқа көшкеннен кейін өзі сияқты кітап сүйер қауымды тапқысы келген. Сәкен Сейфуллин атындағы кітапханаға жиі барып оқырмандармен өтетін кездесулерге қатысып жүрген. Кейіннен келген адам қатыса алатын жеке клуб құру идеясы туындайды. Сегодня наша 6-я встреча. Так получилось, что вот уже полгода наш книжный клуб активно ведет свою деятельность. За это время мы прочитали успешно более 10 книг из разных жанров. Также помимо наших книжных встреч мы проводим игровые встречи. Мы играем в настольные игры, как я уже сказала, интеллектуальные и не очень интеллектуальные. Вот, у нас весело, интересно. Сегодня проходит наша... Бүгін кітап клубының 6-шы кездесуі өтті. Қаңтар айынан бері белсенді түрде өткізудеміз. Бүгінгі кездесуімізде демеушілеріміз клуб қатысушыларына шынаяқтар, үлкен термопод сыйлады. Сондай-ақ буккроссингке арналған әртүрлі жанрдағы қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі 35 кітап тарту етті. Жалпы біздің клубта 60-тан астам қатысушы бар.
Кітап клубы құрылғаннан бері жарты жыл ішінде қатысушылар әртүрлі жанрдағы 20-дан астам кітапты оқыды. Ай сайын бас қосады. Әр қатысушы айдың басында басты бір кітапты таңдап, міндетті түрде оқулары керек. Сонымен қатар тағы 2 қосымша кітап таңдалады. Бұл белсенді қатысушыларды көбірек тартуға мүмкіндік береді. Я состою в клубе сам. Кітап клубына ашылған уақыттан бері келіп жүрмін. Клуб ашылғанын білгенде бірден қатысамын деп шештім. Өйткені жаңа достар таптық, ең бастысы барлығымыз бір тақырыпта әңгімелесеміз. Үстел ойындарын ойнаймыз. Қатысушылар әртүрлі салада жұмыс жасайтындықтан айтарымыз да көп. Кітап сүйерлер қатарына кез келген жан қосыла алады. Ең бастысы оқуға деген құштарлық. Қатысушылардың ең жасы 12-де болса, ең үлкені 68 жаста. Жаз бастала салысымен қатысушылар серуенге шығып, табиғат аясында көкжиектерін кеңейтуді жоспарлап отыр. Қаламызда Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт қайраткері, Балқаш қаласы бокс федерациясының президенті Тілеугерей Маканалинді еске алуға арналған халықаралық бокс турнирі өтуде. Осымен 2-ші жыл өткізіліп отырған турнирдің салтанатты ашылу рәсіміне қала басшысы Сапар Сатаев, Қарағанды облысының бокс федерациясының президенті Самат Атхам мен Тілеугерей Маканалиннің жақындары қатысты. Білікті басшының еңбегінің нәтижесінде Балқаш қаласының футбол, кикбоксинг, күрес, дзюдо, волейбол, тағы да басқа да спорт түрлері қарқынды дамыды. Және балқаштық спортшылар облыстық, республикалық, халықаралық деңгейде үлкен жетістіктерге қол жеткізді. 15-16 жастағы жасөспірімдер арасындағы былғары қолғап бәсекесіне Тәжікстан, Өзбекстан елдері мен еліміздің бірқатар облыстары, Қостанай, Шығыс пен Солтүстік Қазақстан, Абай, Ақтөбе, Павлодар, Маңғыстау мен Қарағанды облыстарынан және Шымкент пен Алматы қалаларынан жалпы 15 команда қатысуда. Жарысқа 10-нан аса халықаралық дәрежедегі төрешілер төрелік етуде. Балқашқа алғаш рет келдім. Қуаныштымын. Турнир өте жақсы өтіп жатыр. Ұйымдастыру деңгейі жоғары. Ұйымдастырушыларға рахмет. Басқа елдерден командалар жиналыпты. Сәттілік тілеймін. Бокс бәсекесіне Шығыс Қазақстан облысынан келген жас спортшының бірі Мансұр Мұратбеков. Өскемендік спортшы алғашқы кездесуін Қарағанды облысының спортшысымен бастады. 54 келі салмақта шығып, шаршы алаңда қарсыласын айқын басымдықпен жеңді. Бірінші күн жарысы ойдағыдай өтті. Тренерларым қандай тактикалар қойды, соның бәрін орындадым деген ойдамын. Келесі бойға енді дайындаламыз. Осы Балқашқа бірінші рет келіп тұрмын. Шығыс Қазақстан облысынан 5 бала келдік. Дайындығымыз жақсы. Бірінші бой болғаннан кейін кішкене қиындау болды. Қарсыластарыма сәттілік, бірақ өзіме жек қана жеңіс тілеймін. Спорттық дода Балқаш қалалық спорт клубында 8-ші маусымға дейін жалғаспақ. Ертең 6-шы маусым сағат 12:00-де ширек финал кездесулері өтсе, 7-ші маусымда жартылай финал, 8-ші маусым күні ақтық бәсеке өтеді. Жыл мезгілдерінің ең жайдарлы жаз айда келіп жетті. Жазды бәріміз асыға күтеміз. Әсіресе балалардың ең сүйікті мезгілі. Бұл кезде жақындармен қыдырып, ел жер аралап немесе өзіміздің көкше көлімізге барып демалып, суға түскенге не жетсін. Алайда әркім жылына бір келетін жазғы демалысын шамасына, қалтасындағы қаржысына қарап жоспарлайтыны анық. Жазғы каникулға шыққан балалар мен еңбек демалысына шыққан балқаштықтар бұл жазды қалай өткізеді? Өздерінен сұрап көрейік. Отпускам өтіп кеткеннен кейін. Пока жұмыс. Үйдегілеріңіз, балалар сол Астанаға қыдырады. Оқуға түседі үлкен қызым. Көлге шомылу, жемчужинаға бару. Болды. Отбасымен ешқайда барып? Отбасымен бару. Басқа қалаларға баратын оларыңыз бар? Бар. Кейбір кезде баратын шығармыз. Болды. Балқашта көбінесе сол көлге шомылады. Иә, шомыламыз көп. Чаще всего көлде боламыз. Кейбір кезде басқа неге қалаларға бару мүмкінбіз. Қарағанды деген жерде. Қарағанды қаласында өткіземін, Балқашта емес. Көбінесе Қарағанды қаласында боламын. Негізі сіз өзіңіз Балқаштансыз ба? Мен Қарағандыдан Балқашқа осы 2 жылға уақытша келгенбіз ғой. Жалпы жазды қалай өткізуші едіңіз Қарағандыда? Қарағандыда жұмыс істеп шығар.
істеп, потом августта там қыдырып осылайша. бала шағамның ортасында өткіземін. Өзімде шаруа қожалығым бар, епім. Сонда жұмыс істеймін қаланың сыртында ГРП-да. Сол мал ұстаймын. Немерелердің ортасында өткіземін. Осы Балқашта өткізем, көлге барам, Бектауатаға демалысқа барам. Жақындарыңызбен бе? Иә, отбасымен, бауырларымен, әпкелерімен. Сіз? Мен де солайынан көлге барамыз. Сол отпускада боламыз. Санаторийға барамыз деген ой бар.